Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Балқаш қалалық тарихи өлкетану музейі сіздерге өзінің кезекті өлкетану оқуын ұсынады. Біздің бүгінгі өлкетану сабағымыздың тақырыбы киіз үй қазақ қолөнерінің биік шыңы деп аталады. Сабақты жүргізетін мен музейдің аға ғылыми қызметкері Қожақов Дәулет Асанханұлы. Құрметті оқушылар, сіздер өздеріңіз білесіздер. Кезінде жер шарын мекендеген халықтардың біраз бөлігін көшпелі халықтар құрады. Және осы көшпелі халықтар өздерінің баққан балының қайсысы басым болса, соның түріне қарап, солардың атымен аталды. Мәселен, түйелі көшпелілер бар, бұғылы көшпелілер бар. Және осы көшпелілердің ішіндегі адамзаттың тарихында ең ойып алатын өзінің тарихи орны бар. Ол әрине орталық Азияның түркі моңғол халықтары жататын жылқылы көшпелілер болып табылады. Олардың ішінде әрине біздің қазақтар да бар. Осы халықтар өздерінің тұрған ортасына байланысты тұрмыс салттарын қалыптастырды. Және осы тұрмыс салттарының ең басты бір түрі өздерінің жаңа тұрғын үйлерінде ойлап шығарды. Мысалы, осы көшпелі халықтардың ойлап шығарған тұрғын үйлерінің ішіндегі ең тұрмысқа ыңғайлы, қолайлы әрі өте ең универсалды түрі болып киіз үй саналады. Енді киіз үйдің шығу тегіне келетін болсақ, мынау қазіргі кездегі археологтар ғылымдардың қолындағы бар деректерге қарасақ, осы киіз үйдің алғашқы прототипі болып, мынау кезінде қола заманында өмір сүрген андрондық тайпалардың ағаштан жасалған жартылай жертөле дөңгелек үйлері жаңағы саналып отыр. Ал енді киіз үй мынау күнделікті тұрмыста қолдануға, пайдалануға өте ыңғайлы. Бұны жаңағы көшкен кезде жығып немесе жинау кезінде осы үйдің отанасының басшылығымен сол үйдің мүшелері бір сағаттың ішінде жығып немесе тез жинап алуларына болады. Ал енді мына киіз үйдің құрылысына келетін болсақ, оның мынау конструкциясының негізін құрайтын бөліктері екі түрлі материалдан жасалады. Оның біріншісі ағаш, екіншісі мына қойдың жүнінен жасалатын киіз. Ал енді ішкі ағаштан жасалатын конструкциясының бөліктерінің ең бастысы ол әрине мынау кереге немесе қанат деп аталады. Қазақтың киіз үйлерінің көлемінің қаншалықты болуы осы қанаттың санына байланысты. Ол 4 қанаттан 12 қанатқа дейін болатын болған. Екінші бөлігі уық және үшінші бөлігі ол әрине шаңырақ. Қазақтың үйлерінің есіктері екі жаққа ашылатын ағаш есіктерден тұрғанмен, көбінесе қазақтарда ағаш есіктердің орнына киізден жасалған жабуды іліп қоятын болған. Киізден жасалатын бөліктері де үшке бөлінеді. Оның біріншісі үйдің қанаттың сыртынан жабылатын туырлық, екіншісі уықтың үстінен келіп түсетін үзік, содан кейін үшіншісі шаңырақтың үстіне жабылатын кішкентай төртбұрышты, ол түңдік деп аталады. Ал енді мына киіз үйдің қанатының туырлығының ішінен осындай ши ұстайтын болған. Бұл шиді ұстаудың негізі мақсаты мына үйге біріншіден шаң кірмесін, екіншіден үйге бауырымен жорғалаушы жәндіктер кіріп кетпесін деген мақсатпен ұсталатын болған. Сонан соң мынау киіз үйдің ішін толтырып тұратын тұрмыстық жиһаздардың көпшілігі ағаштан, сонан соң мал өнімдері киіз, тері, содан кейін сүйек пен мүйіздерден жасалатын. Содан кейін қазақтардың түсігінде мынау киіз үйдің іші 4 қасиетті бөлікке бөлінетін болған. Оның бірінші бөлігі мынау есіктен кірген кездегі оң жақ, бұл әйелдер жақ болып саналатын болған. Бұл оң жаққа мынау әйелдерге тиісті заттар, мынау ас үйдің жиһаздары орналасатын болған. Бұл жерде мысалы есікке таяу жерде мысалы мынау қымыз дайындайтын жаңағыдай күбі, саба, содан кейін ыдыс-аяқтар салатын сандық, содан кейін осы одан жоғарырақта осы үйдің бойжеткен қызының жасаулары жиналатын ағаш кереуетте осы оң жаққа орналасатын болған.
Ал енді киіз үйдің осы есіктен кіргендегі сол жағы бұл ерлер жағы болып есептелетін болатын. Сондықтан да бұл жаққа ерлерге тән заттар жиналатын. Ер тоқым, аттың әбзелдері, қару-жарақтар, тағы басқа ер адамдарға қажетті құрал жабдықтар, олардың құрал саймандары осы сол жаққа ерлер жағына орналасатын. Ал енді мынау есікке қарама-қарсы жақ бұл төр деп аталады. Төрге мысалы жүк аяқ жиналатында, жүк аяқ қойылатында, және осы төрге осы үйдің қымбат иесіне тиісті қымбат киімдермен мысалы аң терілерін қоятын болған. Төрге негізінде осы үйдің иесі отырады, және осы үйге келген құтты қадірменді қонақтарда осы төрде орын алатын болған. Және екінші, төртінші, осы қазақтың киіз үйіндегі ең қасиетті орын, ол әрине мынау ортаға орналасатын ошақ болып тұратын. Мынау ошақта жанған от, мынау киіз үйдің басқа жақтарына тарамай, мынау шаңырақтың тесіктері арқылы сыртқа шығып кетіп отыратын болған. Мынау қазақтардың түсінігі бойынша киіз үй дегеніміз оларды қоршаған әлемнің шағын моделі, микромоделі іспеттес болып есептелетін. Осы дүниетанымдық схема бойынша, мысалы, мынау кереге дегеніміз, мынау төменгі жердің бетінде өмір сүретін, тірі жәндіктердің өмір сүретін жаңағы мекені әлемі болып саналатын. Ал енді шаңырақ осы жердің бетіндегі тіршілік иелеріне тіршілік нәрін жіберіп тұратын жаңағындағы аспандағы ең жарық жұлдыздың символы күннің символы болып есептелетін. Ал мына уық осы мына екі әлемді бір-бірімен жалғастырып тұратын жол, немесе күннің мынау жерге тіршілік нәрін жіберіп тұратын сәулесі деген түсінік болған. Қазақ қолөнерінің биік шыңы болып саналатын киіз үй, мынау бүгінгі ғылым мен техниканың дамыған заманда да әлі де мысалы қолданыстан шыққан жоқ. Бұл қазақстандық малшылардың сүйікті тұрғын үйі болып саналады. Құрметті оқушылар, мен бүгінгі сабағымды осымен аяқтаймын. Көңіл қойып тыңдағандарға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.